әдістемесі негіздері деген сабақ, соның ішіндегі баскетбол добын әртүрлі әдістермен алып жүру, сонымен қатар және баскетболдағы жеке және топтық әдістерін үйрету. Баскетбол добын әртүрлі әдістермен алып жүру техникасын жетілдіруге қандай жаттығулар беріледі? Ойын техникасының элементтері ол допты алып жүгіру, оның әріптесіне әртүрлі тәсілмен беру, допты бір және екі қолмен ұстау, себетке лақтыру, әртүрлі секірулер, бұрулар және тоқтау. Осы қимыл әрекеттер ұжымдық ойын жағдайында дәлдік және қимылдар үйлесімі, ептілік, жылдамдық, төзімділік, күш жылдамдығы, сонымен қатар жәнегі икемділік сияқты дене қуаты сапаларын жетілдіреді. Сондай-ақ көру мүшесінің қызметін жақсартады, сергектікке баулиды. Ойында жақсы жетістіктерге жету үшін кейбір аса маңызды қимылдағылар меңгеру қажет. Ондай қимылдағылары негізгілері мыналар: алға бір қадам жасап, немесе қарсы ұмтылып барып, допты екі қолмен қағып алу, орында тұрып, алға бір қадам аттап, допты екі қолмен кеуден тұстан беру және тез орнын ауыстыру, бір орында торға қарсы қарап тұрып, немесе тордың сол не оң қапталынған допты екі қолмен кеуде тұсынан торға лақтыру, серкіттеме секіру, әртүрлі бастапқы қалпына 8-9 метр екпінде жүгіру. 5-6 қадамына жүгіріп келіп, жоғары қарай секіру. Жүргізу ойыншыға допты алаңда жерге ұра жүріп, қолдануға мүмкіндік беретін қолданысы. Доп бір қолмен жүргізіледі. Допты саусақтың арасына ашып, жоғары төмен бұрыш жасайды. Негізінен қолды шынтақпен қоспа буындарға бүгу арқылы орындалады. Допты жүргізу жүріп, ойыншыға аяғын бүгіп, денесі алға қарай сәл егіліп қозғалады. Жүгірудің үйретудегі көп кездесетін қателер. Доп игерудің орнына оны алаңқамен соғу. Доп алға қозғалуға қатерлі жасайды. Айла жасағанда допты ие бола алмау. Қателерді жою. Қол қоспасын еркін, саусақтарды шырықтары ұстау керек, және допты төмен қарай itергенде кейін оны ертерек күтіп алу керек. Допты алдынан емес, сәл оң жақ құрылымда алып жүру керек. Әперген үлкен бұрыш жасай жіберу керек. Қол қоспасы доп дұрыс қойылмайды. Допты жақсы меңгеру үшін айналушыларды көп қоспасын доптың әртүрлі бөлігіне дұрыс қол білуге үйрету керек. Бұл мақсатта мынандай жаттығулар қолданылады. Бір орында тұрып допты бір ізгіліктен жерге ұрып жүргізу. Бұл мақсатта мынандай жаттығулар қолданылады. Бір орында тұрып допты бір ізгіліктен жерге ұрып жүргізу және бір назар оны ұзақ жүргізу. Сонымен бірге доп ыршып түскеннен кейін ертерек күтіп алуға аудару. Дәл осы тек допты оң қолмен, сол қолмен жүргізу және қол қоспасын допты бірде жоғары оңға, жоғары солға, өзі жағына өзіне қараған бетіне ауыстырып қойып отыру. Жүргізуді жетілдіру үшін қолданылатын күрделілік жаттығулар. Қосарлы бір қорғаныста, бір шабуылда допты жүргізуші сызықтан бір жағынан екіншісіне өтуге тырысады. Қорғаныста ойыншы кейін шиеліне отырып, оған қарсылық көрсетеді. Аз ғана топпен 3-5 адам әрқайсысы өзіне бөлінген алаңда өзінің добын жүргізеді. Сонымен қатар өзінің добын тоқтатпай қорғай отырып, қасындағы серігінің добын тартып алуға тырысады. Дәл осы пятнышка ойын аты пятнышка дейді. Бір орында тұрып, допты әдетте итеру, допты тастай салып, оны ұршу қарқына төмендету. Дәл осы тек ұршу қарқына төмендете отырып, 2-3 қадаммен ұмтылу жасау. Алға, арқа немесе бір қырына әдеттегідей итере отырып, бастапқы қалпына көшу. Енді мына жерде баскетбол добын әртүрлі әдістермен беру және ұстап алу техникасы. Допты беру баскетболда ең басты техникалық тәсілдердің бірі. Және ойыншы нақты ойындық жағдайда ең тиімді болатын таңдап алу үшін оның барлық тәсілдерін меңгеру тиіс. Допты жақсы бермей, команда жылдам шабуылда ұйымдастыра алмайды. Дәл берілмеген допты қарсыластан қағып алады. Байқатпай беру деп аталатында біліксіз орындау қарсыластың кез келген тәсілді жеңіл түсінуге көмектеседі. Сол себепті допты беру мен
жұмыс жасау баскетболшылардың дайындаудың барлық деңгейде қажет. Әрбір допты беру қарсылас үшін күтпеген жағдайда болуы тиіс. Өкінішке орай біз бірыңғай орташа деңгейде және қарсылас үшін қауіпті туғызбай орындалатын ашық беруге жиі көреміз. Беру техникасы нашар меңгерілгендіктен ғана ойыншы допты айырылып қалмас үшін немесе не істеу керегін білмей жағдайда қалмас үшін допты тезірек құтылуға тырысады. Бұл ретте американдық белгілі баскетбол маманы Адольф Раппаның үлкен баскетбол кітабында айтқандары қызықты. Техникалық маңызды элементтерін берулер болып табылады. Біз оларды бірнеше сағаттар бойы қайталап жасаймыз. Тәжірибесіміз адамға бұл мағынасыздық болып көрінеді. Қарсылас команда жөнінде менің бірінші білгім келетіні ол допты қалай меңгергендігі. Бұл нақты шеберліктің көрсеткіші болып табылады. Егер баскетболистер біреуді жақсы орындаса, егер олар түрліше жағдайларда жол таба білсе және уақытылы беріп немесе допты ұстай алса, егер олар алдау әрекеттерімен бірге алса, оның сізге сондай командамен қызықты бәсеке болады. Өйткені жақсы берудің нәтижесінде картинаға доп түседі. Енді мына жерде допты берудің тәсілдері екі қолмен кеудеден беру, бір қолмен иықтан беру, еденнен соғып беру, соның жоғарыдан беру, астынан беруді допты саналады. Енді мұны спортзалда әлде көрсетеміз, ағары спортзалда жақысын табады деп ойлаймын. Енді мына жерде баскетболда әдістік дайындықтар бар. Әдіс спорттық күрестегі белгілі бір қарсыласқа қолданылатын әртүрлі амал әдіс жолдарының жиынтығы, ойынын жүргізу жолдарының шабуыл мен қорғаныс тәсілінің барлық қолданыстарға жатады. Ойынды жүргізу жолдарының шабуыл мен қорғаныс тәсілінің барлық қолданыстарға жатады. Ойынды жүргізу амалдарын қарсыласпен күресте қолданылатын ойыншының ұтымды әрекеттері жатады. Олар жеке, топтық және командалық болып бөлінеді. Топтық болып жасалатын тактикалық әрекеттер 2-3 немесе одан да көп ойыншылардың қатысуымен жасалады және команда міндетінің бір бөлігін шешеді. Командалық әрекетте 5 ойыншы түгел қатысады. Бұл әрекетте жалпы командалық міндеттерге шешуге бағытталған. Жеке және топтық әрекеттер осыған бағындырылған. Команданың алаңдағы әрекеттерінің сыртқы көрініс ойыны жүргізуде формаларын жатады. Ойын жүргізу формаларының белсенді және белсенді емес түрлері бар. Қандай да болмасын әдістік қисындыру тәртіппен үйрену керек. Өзге бойынша реттілік ойыншылар әрекет тәртібін орындау. Дәл осы тек бір шапшаңырақ жасау. Дәл осы қорғанысшылар әрекетті басында азшылықпен жүргізіп, кейіннен толық құраммен жүргізу. Қарсылас әрекетіне байланысты туатын болып мүмкін өзара әрекеттер варианттар әбден жаттап алу қажет. Енді мына жеке әдістік әрекеттерді үйрету. Шабуылда допсыз әрекеттер ылғи да тиімді болуды керек. Ал бұл ойыншының сауаттылығына байланысты. Допсыз ойыншы төмендегі міндеттердің бірін таңдап алу қажет. Қорғанушының назарына өзіне аудара отырып, қарсылас әрекетінің белгілері бір деңгейде тоқтау немесе андаушыны алдап кетіп, қажетті сәтте, қажетті жерге допты алуға шығу. Допты алуға шығу қорғаушы үшін ойламаңыз жерден болу керек. Себебі бұл кедергісіз әрекет ету уақытын ұтымға мүмкіндік береді. Бұған ойыншы қарай допты алып жүру немесе бір жаққа қарай шығу арқылы қол жеткізуге болады. Бұл амалды төменгі жаттығуларды орындау арқылы үйренуге болады. Қарсыласты өзіне қарай өте жақындату бұл қорғанушының өз әрекеті үшін жауапкершілікті арттырады. Сосын допты қарай кенеттен кері ұмтылу. Дәл осындай жағдайда тұрып қорғаушыға жақындап келіп, сәл аялдап соның оның ар жағына ұмтылу. Ал бұл оның бір мезгілдегі доп және андаушының көру мүмкіндігін айырады. Андаушының босанудан кез келген амалдары қолдана отырып, нақты әрекет өтірік қимылдармен бөлек айла жасау керек. Шабуылдаушы алаңға қолайлы орын таңдаған нәрселерде басшылыққа алу тиіс. Андаушының үнемі жырығу үстіне ұстау. Ол үшін әртүрлі ұмтылар, оны ауыстырулар жасау қажет. Алаңға қорғаушының андаушымен допты ауысуын бірдей бақылап отыруға мүмкіндік болмайтын етіп орналасу қажет.
бұл қорғашынға андаушының ойласатын болжауға мүмкіндік бермейтін жағдай жасайды. Алаңға орналасқан серігіне кедергі келтірмей, көршісіне бірге әрекет ету қолайлы жағдай туғызуды ойлаған жөн. Добы бар ойыншыға жол ашу және келесі серікке допты әперу мүмкіндігі бар сызыққа тұрмай жағын ойластыру. Добы бар ойыншы мынандай әрекеттер тырысу керек. Торға барынша жақындап келіп, шиеленіске шабу жағдайларын туғызу және шабу міндетте өз бетінше шешпейді. Допты тек торға шапшаң шабу жасау мүмкіндігі бар кезде ғана немес шабуға барынша қолайлы жағдай туған кезде ғана жүргізу керек. Барлық жағдайда да допты торға жақын тұрған ойыншыға беру тырысу керек. Құрметті студенттер, назарларыңызға көп рахмет.